Саламатсыздар ма? 11 сынып оқушылары толқындық оптика бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналында басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар бұл БЖБ-да 7 тапсырма беріледі және жалпы бал саны 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы жарықтың түзу сызық бойымен таралудан ауытқуы немесе жарықтың тосқауылды орақты өтуі, ол жарықтың дифракциясы болады. Келесі екінші тапсырмасы жарық табиғаты жөніндегі көзқарастарды сипаттаңыз. Жарықтың табиғаты туралы көзқарастар оның күрделі және көп қырлы құбылыс екенін көрсетеді. Толқындық, корпускалалық және кванттық теориялар арқылы жарықтың әртүрлі қасиеттері зерттеліп, қазіргі физикада оның толқындық корпускалалық дуализмі қабылданды. Келесі үшінші тапсырмасы төмендегілердің қайсысы жарықтың дисперсиясына жатпайды? Мұндағы оқушылар Д нұсқасы жарықтың дисперсиясына жатпайды. Келесі төртінші тапсырманың астында интерференциялық максимум байқалу үшін орындалатын шартты жазыңыз. Интерференциялық минимум байқалу үшін орындалатын шартты жазыңыз. Интерференциялық максимум байқалу шарты екі толқынның қосылуы нәтижесінде максимум байқалу үшін олардың оптикалық жол айырымы бүтін санды толқын ұзындығына тең болуы керек. Яғни оқушылар мынаған тең болуы керек. Ал интерференциялық минимум байқалу шарты минимум байқалу үшін екі толқынның оптикалық жол айырымы жартылай бүтін толқын ұзындығына тең болуы керек. Яғни оқушылар мына шарт орындалуы қажет. Келесі бесінші тапсырмада суретте күн сәулесі призмаға келіп түскені бейнеленген. Мұнда мінекей күн сәулесі мұндағы призмаға келіп түскен. Соған қарап, яғни мұндағы суретке қарай отырып, мұндағы 4 тапсырмаға жауап береміз. Оқушылар А тапсырмасы бойынша суретте көрсетілген құбылыс жарықтың дисперсиясы деп аталады. Күн сәулесі призма арқылы өткенде әртүрлі толқын ұзындығындағы жарық әртүрлі бағытта сынады, нәтижесінде спектр пайда болады. Ал А тапсырмасы бойынша суретте көрсетілген бос орынға спектр түрлерін жазыңыз деген. Б нүктесінде қызыл жарық, ал С нүктесінде көк немесе күлгін жарық орналасқан. Келесі Б тапсырмасы бойынша Б және С нүктелеріне сәйкес келетін жиілік пен толқын ұзындығын салыстырыңыз деген екен. Қызыл жарық ұзын толқын ұзындығына және төмен жиілікке ие, ал көк немесе күлгін жарық қысқа толқын ұзындығына және жоғары жиілікке ие. Келесі Б тапсырмасы бойынша жаңбырдан кейінгі кемпір қосақтың пайда болу себептерін түсіндіріңіз деген екен. Кемпір қосақ жаңбыр тамшылары арқылы жарықтың сынуы, ішкі шағылуы және дисперсиясы нәтижесінде пайда болады. Келесі 6-шы тапсырмада сәйкестендіріп көлік жылдамдығын анықтайтын радар жұмысы қай құбылысқа негізделген? Шағылу құбылысына негізделген. Келесі электромагнитті толқынның көлденең екенін дәлелдейтін құбылыс, ол бізде поляризация деп аталады. Енді оптикалық аспаптардың айыру қабілетін шектейтін құбылыс, бұл бізде дифракция болып табылады. Енді келесі судың бетіне бензин тамшылары төгілгенде байқалатын құбылыс, ол интерференция. Енді соңғысы кемпір қосақтың пайда болуы дисперсия. Енді келесі соңғы тапсырмасы 1 мм 200 сызық сәйкес келетін дифракциялық торды толқын ұзындығы 640 нанометр жарықпен жарықтандырғанда спектрдің қандай ең үлкен ретін көруге болады. Ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 640 көбейтілген оның -9 дәрежесі метр деп аламыз. Бізге табу керек К-ны, ол үшін дифракция шартын қолданамыз. Ол тең болады Д көбейтілген синус фи тең К көбейтілген лямбдаға. Онда оқушылар бізде синус фи 1-ге тең немесе 1-ден кіші деп аламыз. Сонда біз мұндағы Д-ны тауып аламыз ең алдымен. Д-ны табу үшін 1-ді n-ге бөлеміз. 1 мм 200 сызыққа бөлінген деген 1 мм-ді 1 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі метр деп алайық. Оны бөлеміз 200-ге. Сонда ол тең болады 5 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесіне. Енді осы жерден К-ны табу үшін Д-ны, яғни периодты бөлеміз лямбдаға. Д бізде 5 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі, ал ұзындығы 640 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі. Екеуін бөлген кезде оқушылар тең болады 0,100,078,125-ге көбейтілген 10-1 дәрежесі тең болады. Жоқ, бұнда бізде +1 дәреже болады.
Мұнда біз мынаны 640 емес 6,4 көбейтілген 7 дәрежеде болсақ болады. Сонда 5-ті бөлеміз 6,4-ке. Мұнда бізде 10-ның минус 6 дәрежесі, 10-ның минус 7 дәрежесі. Сонда 1 дәреже қалады. Көбейтетін болсақ 7,10-825 болады. Енді оқушылар, мұнда бізде реті, яғни к бізде бүтін сан болу керек. Біз мұндағы санды 7 деп алсақ болады. Сонда жауабы к тең болады 7-ге. Түсінбеген сұрақтарым болса пікірге жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.